Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді әрі оңай үй жағдайында жасалатын салаттың рецебімен бөлісемін. Бұл салатты барлық тағамдармен қолдана берсеңіздер болады. Тәбетті ашатын салат, яғни сәбізімізді қырғыштың көмегімен осылай өткізетін боламыз. Бізге керекті заттар: бір қияр, 2 қызанақ, 2 дана сарымсақ керек болады, укроп, кинза керек болады. Яғни сәбізімізді осылай өткізіп алып, қызанағымыздың керек емес жерлерін алып отырып, қызанағымызды да 4 бұрыштетіп турап алатын боламыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жақсы рецептерді міндетті түрде бөлісетін боламын. Қоңырауша белгісін басып, видеоның соңына дейін қараңыз. Осылайша қызанағымызды турап, ыдысымызға салатын боламыз. Енді біз қиярымызды тураймыз. Қиярымыздың керек емес жерлерін алып отырып, ұзынынан қиярымызды осылай турап алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қиярымызды осындай жіңішке етіп турасаңыздар, көрінісі де әдемі болады, жегенге де ыңғайлы болады. Осылайша қиярымызды турап, ыдысымызға салатын боламыз. Енді біз укроп, кинзамызды тураймыз. Осылайша барлығын турап алып, қырғыштың көмегімен сарымсағымызды өткізіп аламыз. Дәмдеуіштерімізді қосамыз. Тұз, паприка қостым. Осындай ыдысымызға сұйық майымызды ысытып алып, үстіне құямыз да, сосын шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте керемет, дәмі әдемі болып шығады. Тәбетті ашатын барлық тағамдармен қолдана берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер видеоны ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Басқа группаларға, чаттарға жіберуіңізді сұраймын. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.